16 жастан асқан көрермендерге арналады. Фильм темекі өнімдерін көрсетеді. Шылым шегу денсаулығыңызға зиян. Cactus Flower, Monofilms, Орбита 9 Films, Movistar Plus Dynamомен бірігіп шығарған. RTV, Movistar Plus, Креанның қатысуымен. Кинематография және аудиовизуалды өнер институтының қолдауымен. Орбита 9. Алекс Гонсалес, Андреа Парра, Белен Руэда, сазгері Федерика Хусит. Қоюшы суретшісі Иниго Наварро. Операторы Пау Эстеве Бирба. Оттегі деңгейі 1%. Продюсерлері Кристин Конти, Мигель Менендес де Субильяга. Сценарий авторы мен режиссері Хатем Храиче Руис Сорилья. Капсула 17 сағаттан кейін жетеді. Білем. Біраздан соң жеңіл демаласың. Өміріңдегі алғашқы адаммен танысасың. Бұл үшінші. Ашуланба, Елена. Санағаныңа байланысты. Ашуланған жоқпын. Анаң екеуміз мың рет талқылағанбыз. Біз тағы бір рет есептеп көрдік. Басқа амал жоқ. Кемедегі оттек үшеумізге 1 жылдан артық уақытқа ғана жетеді. Ал егер жалғыз ұшатын болсаң, оттек 4-5 есе көп болады. Елена, қоштасар алдында сені құшақтап сүйгім келеді. Бірақ сені білемін ғой. Сен бізге рұқсат етпес едің. Шыдашы. Инженердің келуін күт, Елена. Бәрі ойдағыдай болады. Біз сені қатты жақсы көреміз. Тұратын уақыт болды, Елена. Саяхаттағы 7409 күнің. Резервті оттегің іске қосылды. Апта сайынғы медициналық тексеріске дайындал. Жүрек соғуы бір қалыпты. Табаныңдағы жара жазылды. Тағы 1-2 күн аяққа салмақ түсірме.
Түйісу басталды. Бұлтарыс аяқталды. Шлюздің сыртқы есігі ашылды. Робототехник 11, бета 57. Елена, Кездескеніме қуаныштымын, Елена. Небәрі 50 сағатым бар. Ана жаққа ма? оттектік матрицаның кескіндемесі неге қозғалып кеткенін білмейміз. Аяқ астынан тіпті Ребекка жүйесі де себебін таба алмады. Иә. Сирек, бірақ болып тұрады. Бұдан да үлкен кемелерде болады. Жөндей аласың ба? Иә. Мен жалғыз қалдым. 3 жыл бұрын әке шешем менің тірі қалуым үшін кемеден кетті. Өкінішті. Мынау не? Бұл кубик. Үзілген жерлерді табады. Ол тезірек жөндеуімізге көмектеседі. Бірдеңе қажет болса шақыр. Рахмет. Есімің кім? Алекс. Кешкі ас ішеміз бе? Жоқ, жұмысым көп. Мен ешқашан қонақ күткен емеспін. Үстел басында тек ата-анаммен отыратынмын. Бәрібір тамақ ішуің керек қой. Жарты сағаттан кейін. Олар ұшу параметрлерін есептеп, сапарды өзім жалғастырып, осы жерге жетсем, маған көмекке біреу келетінін түсіндірді. Жолың болған екен. Дәл солай. Егер ақау басқа бір бөлігінде болса, біздің көмекке шақырғанымызды ешкім естімес еді. Рас. Шынымен де ешқашан Селестаны көргің келмеді ме? Айтшы. Мен сендер Коллинстер секілді сонша өжет емеспін. Мен басқа ештеңе білмеймін. Кемеде бала кезімнен тұрам. 40-тан асқанда ғана түсетін шығармын. Кейде өмірімнің тең жартысын
бір жерге жету үшін талпынумен өткізу мағынасыз деп ойлаймын. Алайда ата-анамның колонистер болғаны есімде. Мен де солар секілдімін. Олардың құрбаны зая болмас үшін Селестаға жетуім керек. Тұратын уақытың болды, Елена. Саяхатыңның 7410 күні. Резервті оттек беру өшірулі. Сәлем. Ауа жақсы екен. Жөндеп болдым. Ертең тексеремін. Не айтып тұрғаныңды түсінбеймін. Сәлем, Елена. Бүгін сенімен кешкі ас іше алмаймын. Неге? Ребеккада 2-3 сағат уақытым қалды. Тынығып алуым керек. Әрине. Қайырлы түн. Қайырлы түн. Жүрек қағысы қалыпты. Тамыр соғысы жиілеу. Қан қысымы қалыпты. Не істеп жатырсың? Қарап тұрмын. Не үшін? Ешқашан сүйіскен жоқпын. Елена, меніңше сен... 20 жыл кемеде жалғыз тұруыма тура келеді.
Мені қуып шықсаң кетем. Қоштаспай кетесің бе? Сені оятқым келген жоқ. Кешегі түн үшін өкінемін. Мен өкінбеймін. Шлюздің сыртқы есігі ашық. Бөгде адамдарға кіруге болмайды.
Орбита бағдарламасы. Бас басқарма. Жиырма бірінші зертхана ашық. Шақжайдағы негізгі код. 1, 4, 7, 11, 12. Турбиналық матрица ауқымды үлгіде жүзеге жетіпті. Нені білдіретінін білесіз бе? Жолымыз болса 20-30 жылдан кейін алғашқы кемелердің жіберілуін көреміз. Иә, сәті түсіп денсаулығымыз болса, мұны өз көзімізбен көретін күнге де жетерміз. Тәнті болатын шығарсын деп ойлағанмын. Мен тәнтімін, Ога. Байқамадым. Саған не болды? Білмеймін. Не? Білмеймін, біз ешқашан симуляторда тұратын жолаушыларға көңіл бөлмейміз. Бұл дұрыс. Біз олардың биік куәгерлерін пайдаланамыз. Бұл не бәрі сандар ғой? Сандар барлық тілдердің ішіндегі ең нақтысы. Кешіруге, әңгіме мүлдем басқа нәрсе туралы. Не туралы? Тірі адамдарды айтам. Біз әрдайым тек сол адамдар туралы айтамыз. Олардың 10 туралы емес. 8 миллиард тірі адам туралы айтамыз. Алекс, өмірімнің жартысын осы жобаға арнадым. Арамызға қосылғаныңа 5 жыл болса да, маған қаншалықты маңызды болса, саған да соншалықты маңызды екен білем. Орбита 10-ның мәліметтерін ал да, үйіңе барып демал. Бір симулятор қалды. Соңғы есікті жапқанда, бәріне басқаша қарайтын боласың. Ötküze ver. Қоршаған ортаны қорғау министрлігі келесі аптада қаланың барлық солтүстік аудандарында кезекті жасанды найзағай болатындығын жариялады. Түнгі жаңбыр келесі айға дейін әр сәрсенбіде жауады. Ертең ауа температурасы сақталады. Ашық. Мынау ше. Ал Моникаға апарып берерсің. Оның талғамына сай емес. Бір күні кешке 99-ға соқ. Сені сағындық.
Кеше зерттеу нәтижелері келді. Клиникадан кез келген уақытта алып кете аласың. Өзің айта салшы. Сүйектерің жақсы. Қан талдауда, ағзаңда радиация белгілері бар, алайда ұйғарынды шекте. Симуляторларға текке бардың. Бірақ сенің жолың болғышы, Алекс. Мүмкін бізге соғып кетерсің. Кешкі асқа. Моника қуанып қалады. Бүгін бара алмаймын, чао. Уайымдама. Теледидар қоспайым деп уәде берем. Бүгін тек андроидтар экипажы басқаратын алғашқы азаматтық ұшақтың апатқа ұшырағанына тура 5 жыл болды. Апат 207 адамның өмірін қиып, жаңа саланың дамуының келешегіне күмән тудырды. Біз сәтсіздікке ұшыраған Икар 3000 ұшқыштарды жасаған испандық Алекс Рохаспен байланысқа шықпақ болдық. Алайда бағдарлама редакциясы оны таба алмады. Бүгін студиямызға андроид ұшқыштарының жаңа буыны 100%-ға сенімді болу үшін қандай алғы шарттар қойылуы мүмкін екенін сараптайтын арнайы сарапшылар келеді. Олармен жарнамадан кейін кездесеміз. Сенің не айтып тұрғаныңды түсінбеймін. Білесің бе? Негізі қуануым керек еді. Өйткені Алекс ақауды жөндеді. Бірақ өзің көргендей қуана алмайым. Оның осында қалғанын қалар едім. Селестаға алғашқы кемелер 15 жылдан кейін жіберіледі деп бекітілді. Қалай болғанда да бортқа отырғызу хаттамасы әлі де анық емес. Алдымен жолаушыларды іріктеу қағидасы мақұлдану керек. Адамның репродуктивті қабілеттілігіне байланысты қалыптасады. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Орбита 9 бағдарламасының аймағы. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сильвия бос емес. Тағы келушілер бар. Мен күте тұрам. Жүдеп кетіпсің. Мақтағаның ба? Не ескерту? Сильвия, бізде неше сеанс болды? Бүгінгі мен 197. Соншама? Экрандағы сандарға қарағанда солай. Олай болса, ашық сөйлесейік. Бірінші сеанстан бастап ашық сөйлестік деп ойлағам. Терапияның мәнісі осы. Симуляторда жолаушылар бар. Оны білем. Жоқ, сен білмейсің.
Сильвия, бәрімізге мәлім, ғалымдар жоғын айтып тұрған жоқпын. Олардың балалары өсіп келеді. Бәрі есейіп қалған. Олар өмір бойы қамауда отыр. Селестаға ұшып бара жатқандарына сенеді. Не? Тәжірибе жүргізілетін тышқандар. Басынан ақ білдің бе? Иә. Орбита 9 бағдарламасының аймағы. Бөгде адамдарға кіруге болмайды. Түйістірілуі басталды. Не жағдай? Бұл не? Түйістірілуге сұрату болды ма? Себебі белгісіз, Елена. Шлюздің сыртқы есігі ашық. Маневр аяқталды. Бұл саған сандырақ боп көрінеді. Бірақ біз сен ойлаған жерде емеспіз. Бұл кеме емес, Елена. Бұл симулятор. Есіктің ар жағында жер. Қашу керек. Кет. Дереу, Елена. Кет. Өз кемеңе қайт. Өз кемеңе қайт. Мынау сені бала кезіңнен таспаға жазуда. Тағы екеуі бар. Біреуі өткелде және декомпрессиялық камерада. Қазір жазып жатқан жоқ. Мен оны өшіріп тастадым. Мына жерден кету керек. Өтінем, кет.
Бұл био куә. Оны сен туылғанда енгізген. Ағзаның жағдайын бақылайды. Әкел, шығарып алайын. Ауыртпайды. Елена. Кеттік. Бір нәрсені көруің керек. Біз сенің көрсеткіштеріңді қашықтықтан жіберіп отырамыз. Жүрек соғысы біркелкі. Соғу жиілігі қалыпты. Қан қысымы тұрақты. Ал Ребекка ше? Ребекка навигациялық робот. Симулятордан тыс жерде қызмет етпейді. Дайынсың ба? Шлюздің сыртқы есігі ашық. Кеттік. Жүр, Елена, жүр. Ештеңеден қорқпа. Кеттік. Елена, қолыңды берші. Жарайсың. Былай қарай. Жүре ғой. Келіп қалдық. Енді ішіне кір. Жарай ма? Мына жерде деңгейі шамадан көп. Костюм екен, жинап салмапсың. Өткізе бер.
Басқа кемелерде де солай. Бәрі келісілген. Қашаннан бері? Сен туылғанға дейін. Сенің келуіңде ме? Иә. Оттек деу сылтау болды. Оның берілуін қашықтықтан бақылайды. Не үшін кірдің? Барлық жүйеге техникалық тексеріс жүргізіледі. Мен өз ата-анамды көргім келеді. Сенің шыққаныңды ешкім білмеу керек. Ата-анамда ма? Ешкім, Елена, әсіресе атанаң. Неге? Өйткені олар әскери ғалымдар. Олар жарты өмірін осы жобаға арнады. Олар менің отбасым. Жоқ, олар саған отбасы емес. Отбасы емес. Бұл не? Күннің күркіреуі. Қазір жаңбыр жауады. Бер кел. Мен кездесуге кеттім. 2 сағаттан соң келем. Мына жерде тұрамыз. Бірақ менсіз ешқайда шықпа. Қоңырау соқса ашпа. Төмендегі себезгі істемейді. Есіңде болсын, 2 сағаттан соң келем. Өтінем, фигураларды қозғама. Ал біліп қойсашы. Қалай біледі? Жауап бермедің, Алекс. Бірдеңе ашылсашы. Бұл тым қауіпті. Тәуекел етуге дайынмын. Иә. Бұл мені алаңдатады.
Алекс. Олай қарама. Әлде мені шынымен де қасқыр деп ойладың ба? Жоқ, бірақ біз бір-бірімізді көрмеуіміз керек. Мынау менің телефон нөмірім. Исауыр ауданында пәтерім бар. Әрдайым бос тұрады. Алекс, егер уақытша жоқ болып кету керек болса, маған хабарлас. Өтінем, бұл әңгімені кабинада қозғама. Олар ішінара әңгімені жазып отырады. Рахмет, Сильвия. Рас айтам. Енді жоғал. Сәлем. Менде өлшемдер әртүрлі бір ғана киім болатын. Не істегің келеді? Қайда барғың келеді? Білмеймін. Сен әдетте қайда барасың? Кейде ең қарапайым механизмдер күрделі болып кетеді. Өмір бойы осыларға қарап отырар едім. Ерсі көрінеді. Бірақ керемет. Теңіз алыс па? Теңіз бұрынғыдай емес. Қышқыл толқындары бәрін құртты. Егер жағдайды түземесе, көп ұзамай олар тек осындай жерлерде ғана тіршілік ете алады. Сен өміріңде суда жүзіп пе едің? Иә, 6 не 7 жасымда. Бірақ маған ұнамады. 6 не 7 жасыңдағы бейнеңді елестете алмаймын. Содан бері еш өзгерген жоқпын. Мен ұяшақпын. Қара! Мен тұйық болатынмын. Ebedейсіз көзілдірікпен жүргенмін. Фрик. Фрик? Не ол фрик? Фрик ол өзгеше. Сонда мен де фрикпін бе? Таяқтарды былай ұста. Неге таяқпен жейсің? Мына саусаққа қой. Неге таяқпен жейсің деймін? Аузыңды аш. Рұқсат жоқ. Рұқсат жоқ. Қайырлы таң. Төмендегі бөлмеде не бар? Онда кіруге болмай ма? Жатын бөлмесінде де, басқа бөлмелерде де камера жоқ. Тек өзің көрген дәліз бен кіреберісте ғана. Біріншісін бұзған жеткілікті. Олар менің қартаймайтынымды байқаса ше. Не үнемі бір нәрсені істейтінімді көрсе ше. Сенің белгіңді осы жерден жазып, кез келген уақытта жібере саламыз. Бұл оңай.
Олар 20 жылдан кейін сапар аяқталған соң, басқа жолаушыларға не істейді? Ребекка оларға навигациялық картадағы болжалған қателік туралы хабарлайды да сапар жалғасады. Не үшін? Олардың негізгі көрсеткіштерін әрі қарай зерттеу үшін. Қанша уақыт? Симулятордың есіктері биокуәгерлер әр жолаушының өлімін растағанда ғана ашылады. Қалайша? Қалайша мұндай іске араластың? Саған бірдеңе көрсетуім керек. Менің өмірімде Уго осыдан кейін пайда болды. Ол маған тәжірибенің мәнісін түсіндіргенде, мен жобаның жағымды жағын көргім келген шығар. Жерден Селестаға саяхат үлгісін жасап, осы ұшуларды іске асырған кезде біз әлемдегі миллиондаған адамдарды құтқарушы едік. Мен басқа ештеңені ойлаған жоқпын. Демек, сол кезде 10 адамның өмірі саған орасан құрбан болып көрінбеді ме? Жоқ. Ол кезде олай ойламадым. Мұны ойласам, тұла бойым қалшылдап кетеді. Рас айтам. Ашуланғаныңды жақсы көрем. Марта, шын айтам. Тек сол себепті ғана шықтым. Тыңда, рас айтам. Мен де. Бұл шындық. 12 сағат бойы су жоқ. Бізге жақсы болды. Басқа секторларда біздікінен де нашар. Алекспен бала кездеріңде Испанияда таныстыңдар ма? Иә, дәл солай. Алекстің осында жұмыс істейтінен бейхабар болдым. Басқару орталығында кездескенімде өз көзіме сене алмадым. Иә, керемет тосын сый. Айтпақшы, Елена керемет компьютерші. Мұнда шақырғандары тегін емес. Түсінікті. Сен де Алекс секілді орбита бағдарламасы туралы тіс жармайтын шығарсың. Жабық ақпарат. Сен қалай ойлайсың, Чао? Алекс Селестаға шуды жақтамайтыныңды айтты. Кез келген уақытта шешім қабылдауға тура келеді деп ойлаймын. Селестаға ұшамыз, не бұрынғыдай үңгір адамдары болу үшін қайта ораламыз. Баяғыдай бәрін түзетуге болады деп үміттенесің бе? Біз жерді тастап кеткенімізді қаламаймын. Мен ұлымның бізге беймәлім планетаға саяхат жасап кемеде жарты өмірін өткізеді деген ойдан қорқам. Шынымды айтсам, бұл туралы армандамаймын да. Марта екеумізге бәрібір қону хаттамасына ену мүмкін емес. Репродуктивті өлшемі айуандық. Бар мәнісі осы да. Біз жеркеніште тұрмыз. Осы планетаға лайықпыз. Тек біздің балаларымыз емес. Я, Кэтрин, уайымдама. Бәрі жақсы жүріп жатыр. 10 симулятордың бәрі жұмыс істеп тұр. Тексеріс кезеңі сәтті өтті. Өзім жауап берем. Конференциядан кейін кездесеміз. Алекс, бер келші. Ауыры ма? Жоқ. Күннен емес пе екен? Чаоға қоңырау соғам. Қорықпа, ештеңе сезбей қаласың. Сенмен Лаура айналысады. Қолы алтын. Лаура, өтінем, оны туғаныңдай көр. Мынаны қараш. Бөлмеде кездесеміз. Сәттілік. Алекс менімен жүр. Қауіпті бірдеңе ме? Жоқ, олай ойламаймын. Нәтижесін күтейік. Білесің бе, оның терісі ерекше жұқа, әрі ақ. Ол ешқашан күнге шықпаған тәрізді. Компьютершілерді қансорғыш деп айтуға болады. Солай ма? Алекс, сен оны қайдан таптың?
Гендік инженерлер. Орбита 4. Зерттеулер нысаны. Құпия. Әмбебап клон 4. Жиырма 5 жыл бұрын сіздер бізге клондау банкын аштыңыздар. Батыл қадам. Бұл қазіргі кезде орбита бағдарламасын құрған басқа 4 қаладан бізді тиімді ерекшелендіреді. Әмбебап клон 9. Ал биокуәгерлер саяхаттың біздің болашақ жолаушыларымыздың рухани әрі физикалық денсаулығына келтіретін зияны туралы дұрыс түсінік береді. Қазіргі тұрғылықты мекенжайы. Бұл біздің сақ болуымызға әрі дайындалуымызға да мүмкіндік береді. Бұл шекара немесе нәсілдік тиістілік мәселесі емес. Тіпті саясат мәселесі емес. Шын мәнісінде біз өз өмірінен тыс көрініп тұратын түріміз. Жердің шектеулі қорларын қорғап, сақтай алмағанымыз ешкімге құпия емес. Қалай болғанда да, бір күні таңертең Хехота 909 планетасы әлемнің тең жартысының телескоптарынан көрінді. Бас кезінде бұл бізге ерекше боп көрінді. Бірақ уақыт өте келіп біздің аман қалуымыздың қайталаймын жалғыз мүмкіндігіне айналды. Өздеріңіз көргендей, оның тіршілік етуі біздің жарқын болашақ туралы армандауымызға мүмкіндік береді. Мен біз туралы емес, балаларымыз, біздің немерелеріміз туралы айтам. Мен бүкіл адамзатқа бәрін жаңадан бастауға берілген мүмкіндік туралы айтып тұрмын. Клондау банкі кем дегенде 2 ұрпақ бұрын өлген адам үлгілерімен ғана жұмыс істейді. Елена, сен бірегейсің. Әр адам секілді. Жоқ, ондай емеспін. Елена, сендер генетикалық нақты, дені сау, ұзақ өмір сүретін адамдардың көшірмелерісіңдер. Шын мәнісінде сендер басқалардан мықтысыңдар. Одан не пайда? Кофе алып келейін. Сені техника алып шықты ма? Мені қалай тастап кеттіңдер? Жауап берсеңші. Кофе ше. Не істеп жатырсың? Әке? Ол симуляторға қайта оралады. Күзетті шақырамын. Олар 5 минуттан кейін келеді. Жоқ, тоқта. Сосын Огаға барамыз. Жоқ, тоқта. Өтінем, тоқташы. Өтінем, тоқта. Ашық. Елена? Елена!
бас жолға шық. Бірден таксиге отыр. Әкең орталыққа хабарлайды. Мен оны тоқтата алмаймын. Сен онымен келісесің бе? Қаш. Қалайсың? Неге маған айтпадың? Ата-анаңа бардың ба? Неге маған айтпадың? Кетуіміз керек, Елена. Жоқ, Кету керек. Алекс. Сенен басқа ешкімім жоқ. Ал сен маған өтірік айттың. Айып етпеші. Сондықтан маған көмек қажет болады. Ал егер Кэтрин білсеші, әрине білет. Бұйрық берген Кэтрин. Жарайды, онда ертең кездесерміз. Жақсы. Рахмет, Сильвия. Абай бол. Ол не деді? Кілтті жұмыстан кейін берем деді. Жаман болып кетіп пе? Аздап. Біз олар табамыз, Кэтрин. Ант етем. Ант етпе, іске кіріс. Сенің көзіңе қарайым деп түні бойы ұшып келдім. Уга, сен керемет астрофизиксің. Бүкіл дүние жүзінде сенің деңгейіңдегі ғалымдар саусақпен санарлық қана. Рахмет. Тіпті ең жарық жұлдыздардың өзі өшеді. Ол қызды қайтарасыңдар ма, жоқ па, маған бәрібір. Біз үшін оның параметрлері құндылығын жоғалтты. Оларды қолға түсіру керек. Тірі болғандары жақсы. Әсіресе қызды. Қалайсың? Егер қателессекші, басқа 9 жолаушыға не болады? Олардан менің қандай айырмашылығым бар? Aşık.
Алексті енді түсінем. Сұлу екенсің. Рахмет. Менің ата-анам Исаурада тұрғанда кедей, бірақ тыныш аудан болатын. Қазір ол жер жаппай бейберекет. Қалай болғанда да ешкімге тиіспесеңдер, сендерге де тиіспейді. Саған алғысымды білдіремін, Сильвия. Рахмет. Қызметкерлердің бірі бірдеңе ұмытып кеткен шығар. Осында қалыңдар. Ол жақтан көрінбейсіңдер. Сіздерге не керек? Ақырын сөйлеңіз, ханым. 1 сағат бұрын жабылдық. Жаба аузыңды. Тоқта. Мына кісіні танисыз ба? Танымайым. Келіп кету журналына қарағанда мұнда жиі келеді. Бірінші рет көріп тұрмын. Мұнда не істеп жүрсіз, ханым? Бағдарламалық қамсыздандыруды тексеріп жатырмын. Бізді іріктеп қояды бүгін мен. 5 минуттан соң кетейін деп жатқам. Кабинада не бар екенін көрсетіңізші. Әрине. Ол кім? Бұл Уга. Неге бәрі өшірулі тұр? Кетпекші болғам деп айттым ғой. Қосыңыз, өтінемін. Қимылдама, демалма, көзіңді жыпылықтатпа. Жарайды. Рахмет. Стандартты кескін. О. Қозғалмай ма? Жоқ. Ешқашан? Ешқашан. Бұлайшы. Не айтып тұрсыз? Бұлайшы. Қимылдады. Мынау ма? Иә. Шынымен бе? Олар қимылдамайды. Мүмкін емес. Неге мүмкін емес, ханым? Өйткені сенсорлар өшірулі тұр. Түсінесіз бе? Жоқ, қалай қимылдағанын көрдім дедім. Бұл сіздің түкке тұрғысыз қиялыңыз. Ол қозғалмайды. Тыныш. Шықсын деп айтыңыз. Ханым, оларға шығыңдар деп айтыңыз. Оңбаған неме? Сұмырай. Олар ішінде деп айттым ғой. Алекс, кеттік.
Тез соңына түсеміз. Жылдам, жылдам. Тезірек, секіреміз. Тоқта, Секір. сен бірінші. Алекс, мен сенің қалай секіргеніңді көруім керек. Бірінші болып секірш. Секір. Секір. Олар мұнда. Қозғалма, атамын. Ат. Тоқта, атпаңдар. Атпаңдар. Көлікке апар. Жігіт бізге керек емес. Алекс, досым, қандай бәлеге орындыңдар? Бүкіл аурухананың тасталғанын шығарды. Айып етпе. Тыңда, мен оларға сені көптен көрген жоқпын. Ал қызды мүлдем танымаймын дедің. Неге қоңырауларға жауап бермедің? Өйткені бұл қауіпті. Бәлкім олар телефонын тыңдайтын шығар. Ендігәрі қоңырау шалма. Жарайды, хабарламамды оқыдың ба? Иә, сол себепті келіп тұрмын. Жақсы. Мен Эленаға биопсия жасадым. Нәтижесі мені қуантпады. Оның терісінде оғаш өзгеріс бар. Ол көбелек секілді. Сыртта өмір сүре алмайды. Оны алып кетті. Ол енді менімен емес. Оның өзіне жақсы. Қазір оның аман қалып өмір сүре алатын жері бұл симулятор. Оның терісі кеменің герметикалық жағдайына үйренген. Алекс, сен түкте түсінбейсің. Зерттеулер тізбегі үзілді. Мен оны құтқарам. Тағы бір мәселе бар. Мені кемеге қайтарыңдар. Мүмкін емес. Неге? Өйткені мүмкін емес. Неге? Біз орбита 9-ды өшіріп тастадық. Қайта қосыңдар. Бұлай болмайды, Элена. Саған ашығын айтайын. Енді сен бізге керек емессің. Тек Алекстің ізіне түспеңдер. Өтінем.
Сенің өтінішіңді орындау мүмкін емес. Симулятордың жұмысын жалғастыру қанша тұратынын білесің. Оны кері қайтарудың бір себебін айт. Кэтрин, мен оның симулятордан тыс өмір сүруіне жол бере алмаймын. Симуляторға да кері қайтара алмаймын. Айтшы, оны мен не істеуім керек? Сенің 24 сағат уақытың бар екенін білесің. Алекс? Мәміле ұсынамын. Мәміле? Мәміле ұсыну үшін хабарласып тұрсың ба? Иә, бірақ алдымен Эленаны көргім келеді. Жасаған ақмақтығың жеткілікті. Сен ғалымсың, Алекс. Тәжірибе жүргізілетін неге құйрыққа ғашық болып қалдың? Бұл сандырақ. Ога, бұл саған өте тиімді ұсыныс. Ауырта ма? Еккеннен кейін 1-2 минут ішінде жылдам ұйықтап қалады. Тіпті не болып жатқанын түсінбейді қалады. Тоқта! 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 Тоқта деймін! Басшыға хабарла! Үшінші корпус қақпада. Мен жаңа ғана Огамен сөйлестім. Ақшыл сары машина ұсталды. Тоқта дедім. Ол мені күтіп тұр. Тоқта, тоқта деймін. Ол мені күтіп тұр. Тоқта. Жоқ, атпаңдар. Ол біздің инженер. Тоқтаңдар. Алекс, жағдайың мен ойлағаннан да нашар. Мен саған өмір бойы қол жеткізгім келген нәрсені ұсынып тұрмын. Тағы бір өтірік айтып тұрмағаныңды қайдан білейін? Мені өлтірмейтініңді қайдан білейін? Мен сені өлтірем? Иә. Сильвияны өлтірген дей ме? Егер шындықты айтсам, өз сөзіңде тұрасың ба? Эленамен бірге мені кемеге жауып қой.
Олар есуастар екен, бірақ сен олардан да асып түстің. Білемін. Оң нәтиже. 6 апта жыныс әйел. Сен әрдайым симуляторда бала туылғанын армандаған едің, бірақ кеңес рұқсат бермеген. Дәл солай. Алайда мұнда кеңес жоқ. Бұдан былай біз екеуміз, Кэтрин мен Уга. Кэтрин, өз рұқсатыңды бересің бе? Қалай дұрыс деп ойласаң, солай істе. Айт. Бір шартым бар. Тоғыз, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Filmнің соңы.